Сәлем достар, сіздер Тілеумбет Нашнардың арнасындасыздар. Бүгін дәл осы терезеге перде тігетін боламыз. Ол үшін біз екі түрлі мата таңдап алдық. Лоджияда жалпы бізде терезені көп ашамыз. Алдыңғы жылдары бұл жерде жаңағы жалюзи тұрған терезені ашып жапқан сайын желпілдеп, ұшып, маза бермейтін. Сондықтан осылай терезеге жапсырып тігуді ойластырдым. Ол үшін бізге тереземіздің ұзындығы керек. Ұзындығы менде 110, оған 3,5-3,5-дан 7 сантиметр жаңағы тігіске қайырып тігіп, ортасына резинке өткізу үшін 3,5 сантиметрден 7 сантиметр. Сондықтан міне 117 сантиметрді өлшеп аламын да, қайшымен бір қиып белгілеп аламын да, қолмен жарып бөле беремін. Енді осы матаның енділігі 1,5 метр. Соны қақ ортасынан жарамын. Менің терезелерімнің ені 40 сантиметр. Мынаның қақ ортасы 75 сантиметр. Сол кезде кішкене жиырылып тұруға бізге 30 сантиметр жеткілікті екен. Енді дәл осы маталарды әдемілеп төрт жағын қайтарып тігеміз. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Міне екі шетін жіңішкелеп қайтарып алдық. Енді екі жақ басын белгілеп аламыз. Ручкамен белгілеп алсаңыздар болады. 7 сантиметрден. Соны тура осы белгіліге бүктеп әкеп тігіп шықсақ, 3,5 екі жақ басынан 3,5 сантиметрден алынады. Жаңағы тереземізге дәл келе қалатын болады. Міне екі жақ басында тігіп алдық. Енді әдемілеп осық резинкені өлшеп аламыз, өткіземіз. 40 сантиметр менің терезем. Тура сол резинкені созбай 40 сантиметр өлшеп алып, әдемілеп тігіп шықсақ, ол резинка жаңағы терезеге орнатқанда өте қатты тартып, созып қойғанда ол керіліп жақсы тұратын болады. Сондықтан қанша сантиметр сонша алып, қатты керіп қою үшін мінекей өткіземізде зигзагпен қаттығып, екі резинканың басын, ұштарын біріктіріп тігіп аламыз. Енді жаңағы өткізіп алған резинкамыз терезеге қарай ортасында қалатындай қып, резинкенің үстінен баспай, сол екі тігістің ортасында резинке қалатындай қып, тағы бір сызық жасап шығамыз. Ол біздің пердеміз әдемі жиналып тұру үшін керек болады бұл тігіс. Қайтарып тігіп шығамыз. Мінекей бір терезенің пердесі дайын болды десек болады. Тағып көрсетейін. Міне менің терезелерім осындай. Ашып, резинкені былай кигіземіз әдемілеп, қатты тартылып тұратындай етіп, екінші басына тартып кигіземіз. Міне 40 сантиметрлік терезеге 75 жаңағы 1,5 метрлік матамыздың енінің тең жартысы жеткілікті екен. Бұдан артық көлкілдетіп желбірлетудің қажеті шамалы деп ойлаймын. Осы менің бүкіл терезем 4,6-да, биіктігі 1,60. Екі түрлі матадан 3,5 метрден алдым.
ешқандай қалдықсыз туп-тура осы жерге әдемі болып жете қалды. Мінекей осымен болды. Мынаны қоя алмай қойдым. Күйеуім келіп көмектесіп жіберді. Мінекей, сонымен менің шторларым дайын болды. Бағаларыңызды беріп, комментарий, лайк басып өтіңіздер. Міне бұның бір жақсы, терезелерді ашсаң желпілдеп мазаңдалмайды. Бірдеңкені көре алмай жатсаңыз, терезені ашсаңыз, ешқандай бөгеті жоқ. Жеке шторды ашудың қажеті жоқ. Шілдеде қатты ыстық кезінде тура осы терезелердің ортасына фольганы сыртқа қаратып қоямыз. Сол кезде ыстықты ішке жібермейді. Достар, арнамда пердеден басқа гүл күтімі, құрақтары, 3D құрақтары, таңғы ас, түскі аз мәзірі болады. Әдемі видеоларым жіберіп алмау үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.